Сарқан ауданы бұйыл да парктер шеруі 2026 халықаралық табиғатты қорғау акциясын жоғары деңгейде бастады. Табиғатқа жанашыр жандардың басын қосқан ауқымды шараға Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркі қызметкерлері, колледж студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. Салтанатты шеру Сарқан қаласының жастар паркінен бастау алды. Қолдарына ту ұстап ұрандатқан 400-ге жуық қатысушы таза болса табиғат аман болар адамзат деген ортақ үндеумен қала көшелерін жандандырды. Шеруге табиғи парк қызметкерлері, аудан тұрғындары, колледж студенттері мен мектеп оқушылары, жастар орталығының еріктілері қатысты. Еріктілер жылымен ерекше үйлесімде өтуде. Биылғы жылы қазір еріктілермен бірге 60-адай көшет отырғызылуымен ашылып отыр. Осы парктер шеруі экологиялық акциясы аясында бірнеше тек қана парк қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар мектеп оқушылары, еріктілер, экобелсенділер барлығымызбен бірігіп отырып, сенбіліктер, содан кейін дәріс сабақтар, конкурстар, әртүрлі шығармашылық байқаулар өтеді. Айта кету керек, бұл игі дәстүр Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи парк аумағында 2010 жылдан бері үздіксіз өткізіліп келеді. Аясында жыл сайын Сарқан, Алакөл, Ақсу аудандарында таза Қазақстан, таза лайық, қоршаған ортаны қорғау, жер мен құстар күні, бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күнді сынды экологиялық шаралар, экскурсия мен шығармашылық байқаулар өткізілуде. Ауданда 12 ауылдық округ, бір қала бар. Әр ауылдық округте, әр жаңағы аудан орталығында таза Қазақстан акциясы өте қарқынды өтуде. Таза сәрсенбіліктер, сенбіліктер өтіп жатыр. Бұл жаңағы іс-шараларға ауданымыздың еңкейген қартынан еңбектеген балағайдың қатысуда. Бүгін міне халықаралық табиғатты қорғау акциясы парктер шеруі өтті. Сондай-ақ акция аясында парк аумағында 35 түп қарағай және 200 дана жапырақты көшет отырғызылды. Тал егу жұмыстарына Сарқан ауданының тұрғындары бір кістей жұмылып белсенділік танытты. Оқушылар да шарадан тыс қалмай көгалдандыру ісіне белсене атсалысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсат қоршаған ортаның жай-күйіне жауапкершілікпен қарап, тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Табиғатты қорғау және сақтау ол біздің әр адамның, яғни біздің қазақ халқымыздың парызы. Әр адам табиғатты қорғаған сайын өзінің көптеген үлесін табиғатты сақтауға, қорғауға, аялауға үлесін қосады. Дәл солай біз де бүгін осындай акцияға келіп, ағаш отырғызып, көптеген жақсы істер жасадық. Шара Жоңғар Алатауы ұлттық паркінің бас ғимаратында мерекелік концертпен ұласты. Мұнда қатысушыларды жергілікті өнерпаздар мен аудан тұрғындары күтіп алды. Аудандық шығармашылық үйінің оқушылары ән шырқап, ерекше көңіл күй сыйлады. Нұрай Базархан, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.